Сері сымақ Алекс Леслиге жауап. Қазақ ұлтының қызға деген көзқарасы ерекше болған. Қазақта жақсы дана сөз бар: қызды төрге отырғызып, төріңде күт деген. Осыдан ақ қазақ ұлтының қазақ қызына деген құрметін көруге болады. Бір үйде қыз бала дүниеге келсе, бақ келді, шаттық келді деп қыздың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Бұны мен неге айтып отырмын? Қазіргі таңда жағадан алып, қызыңды күн өтіп, ұлыңды құл еткісі келетін көршілер қаншама. Солардың бірі кеше ғана әлеуметтік желіден төбе көрсеткен Алекс Лесли деген сері сымақ біреу шықты. Ол өзінің еліндегідей қыздардың етегін көтеріп білгенін істеп үйреніп қалған әдетін қазақ қыздарына жасамақ ниеті бар екенін білдіріп, ашық жариялады. Бұл жағдайға ең бірінші кім қарсы сөз айтып, керек десеңіз күш қолдану керек? Әрине қазақтың жігіттері. Әрбір қазақтың жігіттерінде кем дегенде бір қарындастары бар. Қазақ жігіттері қарындастарының ар-ұятын сақтау үшін жанын беруге дайын болған. Әрине, ол кезде қазақ қыздарының өзі де ибалы, инабатты болған. Ешқашан ер адамның көзіне тік қарап сөйлемейтін, ұялшақ, жасқаншақ келген. Сол себепті қазақ жігіттері осындай қазыналы қыздарын қорғау үшін жанын беруге дайын болған. Ал қазірше, қазіргі қазақ жігіттері қазақ қызын қорғауға дайын ба? Ал қыздар сол қорғауға ынтық па? 1941 жылы немістің өлім періштесі аталып кеткен қанішер дәрігер Йозеф Менгель Гитлерге хат жазады. Оның хатында тұтқынға түскен совет қыздарының 98% пәк. Мына соғыс ұзаққа созылатын секілді, жеңуіміз де екіталай. Сол үшін барлық күшті жұмсауымыз керек деген мәтін болған. Енді ойлап қараңызшы, қыздың пәктігі мен соғыстан жеңіліс табудың қандай байланысы болуы мүмкін? Әрине, Менгель қыздардың пәктігі арқылы жігіттерінің намысшыл жауынгер екенін білді. Сол секілді, ол заманда қазақтың да қыздары бұлақ суындай мөлдір, тап-таза болғандығында еш күмәніміз жоқ шығар. Сол кездегі қазақ жігіттерінің намысшыл, қайратты, батыр болғандарын, қыздың ар-ұятын сақтау үшін жанын беруге дайын болғандығын сенімді түрде айта аламын. Мысалы, сіз көшеде кетіп бара жатырсыз. Біреулер қазақ қызын қорлап, жоқлап, балағаттап тұр. Сіздің әрекетіңіз қандай болады? Әрине, титтейде намысыңыз болса, сол жерде жаға жыртысуға дейін барасыз. Ал енді керісінше болса ше. Сіз қазақтың қыздарының ана бұрышта бір жігітпен, мына бұрышта бір жігітпен ыржалақтасып тұрғанын көріп жүрсеңіз, сіз ол қызды қорғамақ түгілі қарауға да ынтаңыз болмайды. Себебі қыздардың тарапынан кетіп жатқан тәрбиесіздікке, ұятсыздыққа әбден тойғансыз. Әрине, барлық қызға топырақ шашпаймын. Десе де, біз қазірден бастап қарындастарымызды, әпкелеріміздің жалпы қазақ қыздарын тәрбиелеп, оларды байырғы тұлғасына алып келу керектігі міндетімізді білуіміз қажет. Қазақ басқа ұлттың қызына қарағанда жасқаншақ, ұялшақ, қылықты болуы заңды. Ол сізге жарасады. Өздеріңіздің қазақ қызы екендеріңізді біліп, ар-ұяттарыңызды сақтай білсеңіздер, қазақтың неше түрлі намысшыл жігіттері сіз үшін жанын беруге даяр. Сол себепті қазақтық геніміз бен тектілігімізді сақтайық. Біздің видео ұнап жатса достарыңызбен бөлісіп, астында қоңырау шанын басып, үліп-үліп алып комментарий қалдырып кетіңіздер.